Мен де өз құпияммен бөліскім келеді. Жасым 17-де, кішкентай көп қыздың бір екен-ау демей, әңгімеме байсалдылықпен қарауларыңызды сұраймын. Әр жанның ала жазған әр қилы тағдыры бар ғой. Сол секілді өмір маған тосын сыйларын ерте бастағаннан да болар, ертесейдім. Сан шүкірлігім ата-анам жанымда. Екі ардақтаған бір тентек кішкентай інім бар. Қыздан жалғызбын. Кішкентай кезімде кенжесі болып, жалғыз қыз деген сайын еркелеп өстім. 6 жасымнан бастап өлең жазатынмын, ақындар айтысына да қатысып жүрмін. Ақын боламын деп армандаушы едім. Ол бала арманымның орнына үлкен мақсаттарым алмастырды бүгінде. Әкем анамның тілімен айтқанда жер қозғалса да қозғалмайтын өте момын кісі. Бірақ ешқандай жаман мінезі жоқ, ішпейді. Алайда тек момындықтың да кесірі көп екен. Өмірде өз ақыңды ала алмағанның зардабы жақындарыңа тиеді екен ұққаным. Өз бауырының, ақшаның құлы болып кеткен ағасының, жаны ашымайтын қарындастарының әкемді басынуы, мен қорлауы кішкене күнімнен көріп келемін. Сол кезден басталады оларды жек көрушілігім. Бүгінде қалайда ол ата-анамнан да Алладан да кешірім сұрайтын халге жеткізем деген оймен өмір сүріп келемін. Жазасын Алла арғы дүниеде де еселеп өтеткізер. Анам мұғалім, менің жаным, өмір қандай қиыншылығын алдына тосса да қаймықпаған, қасқайып өтіп келе жатқан, әлі де арпалыспен жүрген жан. Үлкен ағам білім грантын жеңіп алып оқуын бітірді 1991 жылғы. Бірақ сол ағамның жолы тым ауыр, тап біреу байлап тастаған түйіндей. Әрине, Алланың жазған сынақтары да болады ғой. Бірақ бір адамның жолы ылғи болмай, не істесе де алға баспауы деген қиын екен. Оны айтсам ұзақ әңгіме болады. Кіші ағам 94, оқуға әскерден келіп кешігіп түсті. Қазір грантта оқиды. Аллаға шүкір, мен биыл мектеп бітіруші түлекпін. Сабағым жақсы, шүкір. Мен егер грантқа түспесем мүлде оқи алмай қалам деген қорқынышпен және қалайда ата-анам үшін оқуға түсуім керек деген мақсатпен талпынып жүрген жайым бар. Бірақ жүрегіңді қорқынышты ойлар мазалап жүргенде тыныш жерде сабақ оқығанның өзі мәселе екен. Анығын айтсам, мен зорланғанмын. Менің күйіме сарындас оқиғаларды оқысам бәрі қайта есіме түседі. 11 жасымда әкемнің 50 жылдық тойы болды үйде. Жаңа жылмен қатар өткіздік. Жан жақтан туыстар келді. Көрші ауылда тұратын әкемнің туысқан қарындасы бар, бірақ туғандарынан өте етене жақын араласатын. Отбасымызбен жақсы қарым-қатынаста жүрген еді. Сол қарындасының 94 жылғы ұлы бар етін. Соны тойдан кейін үйге көмектесін ыдыстарды тарқатуға деп тастап кетті. Ағаларым қалада, кішісі әскерде ол кезде. Онда мен ерке кішкентай қызбын. Ойымда ешқандай жаман нәрсе жоқ, бірақ жалғыз қыз болған соң тірлікке жақсы араласатынмын. Ағам деп ойлап еркелеп жүрген туысқаным үйдегілер ертесіне базарға кеткенде маған зорлық көрсетті. Мен түсіне бастап қатты жыладым, бірақ ол саған кім сенеді, дәлелдей алмайсың, айтсаң тағы қайталаймын деп көп қорқытты. Үйдегілер кештеу келді. Әлгі туысым болса олына қайтты. Кейін таңғаламын. Бұл туралы балалықпен бе білмеймін, ұмыта бастадым. Ана ағам одан кейін мені көрсе құп-қу болып сұрланып қашқақтайды. Кейде тағы тиіскісі келеді. Мен ұрып тастаймын әлім жеткенше. Көрген жерде сәлемдеспеймін, бірақ анасын, әкесін әпке жезе деп әлі сыйлаймын. Осы жылы мамырда бір жігітпен ВК арқылы таныстым. Әшейінде бөтендер жазса жазбайтынмын. Бұл жанның жазған ерекше әзілдеп жазған өлең еді. Мен де өлеңмен жауап қайттым. Солай күн сайын ойнап, айтысып жүрдік. Сөйтсем ол жаңағы туысым тұратын көрші ауылдың 92 жылғы баласы екен. Әңгімеміз жарасып, телефонмен тілдесіп жүретінбіз. Жаздың бір күні түнде әкемнің үлкен күртешесін жамылып алып, қыздармен бірге ауылдың ішінде жүріп қайтып бара жатқанмын. Енді үй жаққа жете бергенде біреу машинадан түсіп маған қарай келе жатыр. Жүрегім тас төбеме шығып, қайғайлауға шақ тұр едім. Телефон жарығын жақсам, сымбатты бір жігіт екен. Сол жаңағы мен сөйлесіп жүрген жан. Сол жерде алғаш көріп, ол мені, мен оны ұнатып қалдым. Одан кейін 2-3 аптадан соң сөз салды. Керемет қылып. Мен келістім. Мендегі жай бала махаббат емес, шынайы пәк сезім. Ол өте ақылды, нағыз қазақ жігітіне тән мінезі бар, денелі, өзі иманды, пысық. Үйінің үлкені, анасынан ерте айырылған. Қазір 2-ші анасы бар. Бірақ туғанындай көріп жақсы көреді, қатты сыйлайды. Әжесінің баласы болып өскен мен, нағыз жігітше, керемет мінезі бар. Кейде таңғаламын, мен армандаған адамды тура сондай етіп жолықтырған Алланың құдіретіне. Меннен 7 жас үлкен болған соң сіздеймін, оны сыйлаймын. Ол маған болашақ жар ретінде ғана қарайды. Болашағын менімен ғана байланыстырады. Мен де оның жанында болсам бақытты болатыныма сенімдімін.
Маған артық нәрсе жасамайды, маңдайымнан иіскеп қана кетеді. Сені үйіме үлбіретіп, ақ адал күйіңде қолыма көтеріп апарамын деп армандайды. Өзі де айтады, мен ешқандай қыздарға бір түнге болсын бармаймын. Босқа көшеден ауру тауып, балаларым ауру болғанын қаламаймын. Саған лайық болғым келеді дейді. Оның сондай адал ақ көңіл мінезіне мен өзімді лайықсыз сезінем. Бір күні телефонда бар күшімді жинап басымнан кешкеннің бәрін айттым. Ол жұбатып, жүрегім қанжылап кетті ғой деп жаман күйге түсті. Әлгі ағамды таниды екен, Құдай-ау, көшеге шықпайтын, әркімнен бір таяқ жеп жүретін қатын мінезді бала еді. Үндемегеннен үйдей бәле шығады деген сол екен ғой деп таң қалды. Көрген жерде аямаймын деп ашуланды. Енді мені тастап кететін шығар деп отырсам, сенің маған екі есе адал екеніңе көзім жетті деп, одан кейін екі есе сыйлайтын болды. Оның адамгершілігіне тағы бір көзім жетті. Жігітім мұғалім, жиһазда жасайды. Менің арманымдағы және мені қатты сүйетін осы жанға ғана қосылғым келеді. Әлі талай жігіт бар ғой демей, тек бір жанның қасында болсам деймін. Алла қаласа мен бірінші курсты бітірген соң сені ұзатып аламын, келіспесе атанаң алып қашамын деп дайындалып жүр. Ол да аз уақытта көп қиындықтар көрді. Мен оны демеп отырамын. Ол да ылғи мені қолдап ақылын айтып жүреді. Мен бірақ қазір қатты қорқамын. Кейін үйленген соң мен де басқа қыздар сияқты қыздық белге шықпайды. Сол кезде ол маған суып кетпей ме деп. Ағам қинаған кезде қан шықпаған есімде жоқ. Кейде мүмкін орында шығар деп те үміттеніп қаламын. 2-3 тоймен жүрген қиын екен. Қыз үшін бастысы абырой ғой. Әпкелер кейін қалаға оқуға түскен соң гинеколог маманға барып жай білу үшін қаралуға бола ма? Және 19 жас тұрмысқа шығуға ерте емес пе? Мен ерте деп ойлап қорқам, бірақ мұндай керемет жан маған одан кейін жолықпасын білемін. Ұзақ әңгімем үшін ғафу өтінемін. Кішкентай көрмей сырлас ретінде ақыл кеңес қоссаңыздар деймін. Онсыз да қиналып жүрмін психологиялық тұрғыда. Уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет. Мен 3 мәрте шаңырақ көтерген адаммын. Тағдырдың жазуымен бірінші әйелім бала босану үстінде қайтып кетті. 22 жастағы мен үшін бұл өте ауыр соққы болды. Есімді жия алмай 5 жыл жүрдім. Өң мен түстің арасында өтті де кетті 5 жылым. Содан еңсемді көтеріп, айналарға сергек қарай бастадым. Ауылдағы мұғалімдік жұмысымды Алматыға ауыстырдым. 2 әпкем, 1 ағам бәрі осы қалада. Менің артымша ата-анам да бар малын сатып, сендермен бірге болайық, шашырап жүрмей деп қалаға қоныс аударды. Экран жақтан үй алып, ел қатарлы жүріп жаттық. Үлкен әпкем тұрмыста, ағам да өз алдына жеке шаңырақ көтерген. Тек екінші әпкем жасы 30-ға келсе де жүріп қалды. Бір күні Сәуле, екінші әпкем, үйге Салтанат есімді құрбысын ертіп келді. Өзі сүп сүйкімді, меркенің қызы екен. Содан Салтанат үйге жиі келетін болды. Екеуміз жақсы шүйіркелесеміз. Бірде әке шешемді үлкен ағам үйіне алып кеткен. Үйде жалғыз болатынмын. Сәуле мен Салтанат кіріп келді. Екеуі сәл масаңдау екен. Сәуле өз бөлмесіне өтті де ұйықтап қалды. Салтанат ас үйге өтіп тамақ жасауға кірісті. Арасында келіп маған еркелеп, мойныма асылып қояды. Ернімнен өбеді. 5 жыл бойы қыз атаулыға жоламаған мен пақыр тықыршып әрең отырмын. Екеуміз сүйісіп отырып тамақтандық. Ол ыдыс-аяқ жуып бола бере шыдамадым. Жерден лақша іліп алдым да көтерген күй жатын бөлмеге келдім. Масқара, денесі осынша аппақ болар ма? Жаңа жауған қар дерсің. Екеуміздің тәтті махаббатымызға таңға дейін 8 мәрте ақ тер, көк тер арпалысқа ұласты. Осылай біздің бақытты күндеріміз басталғандай. Бұны көрген Сәуле де мәз, құрбысын келін қылып алам деп, әке шешем де мәз. Ұлымыз ескі жарасын ұмытты деп. Содан құдалық болды, той өтті, мәз мейрамбыз. Дүние махаббатқа толы секілді. Бірде жұмыстан келсем ас үйде Салтанат мен танымайтын құрбысымен шай ішіп отыр. Әңгімесіне елең ете қалдым. Екеуміздің таныстығымызды, алғашқы түні 8-ші мәрте болғанымызды айтып отыр. Сонсоң, Аяшка, білесің бе, мені Құдай құтқарды. Мен ол кезде ермектен, бұрынғы жігіті. Аяғым ауыр еді. Ол болса хабарсыз кетті мүлде. Қайдан іздеп табам оны? Содан мына Қайырбек кездесті, үйленіп алдық осылай. Ол баланың әкесі басқа адам екенін білмейді деген Салтанаттың сөзін мына құрғыр құлағыммен естідім. Дүние айналып сала берді. Адамдарда адалдық қайда кеткен? Қалай өтірік арқалап өмір сүруге болады? Адамнан жасырғаныңды Алладан қалай жасырмақсың? Осы сұрақтар миымды кеулеп жанымды жейдей. Жазда Алматыға келгенде нөмірін қалдырып кеткен кластасым бар еді, Мәскеуде тұратын. Соған қоңырау шалып Мәскеуге баратынымды ескерттім. Жұмыс тауып қой дедім. Мына қасіреттен осылайша қашып құтылмасам, басқа жол жоқ секілді. Киімдерімді жинап ешкімге байқатпай кеттім де қалдым.
Мәскеу алып қала екен. Жұтылдым да кеттім. Самат кластасымның жанына қонақ үйге жұмысқа орналастым. Көңілім аз да болса сергейін деді. Бөтен орта бөлек әлем, тез бейімделдім. Өстіп жүргенде және 3 жыл сырғып өте шықты. Енді мен махаббатқа сенбейтін болдым. Бірақ біз тұратын пәтердің бір бөлмесін жалдайтын қырғыз қыздар бар еді. Ішінде Айғаныш деген ұяң қыз үнемі менің киімдерімді жуып қояды. Айтпасам да, кейде бөлмеде жалғыз жатсам тамақ жасап шақырады. Өзін демейді, тіс жарып сөйлемейді. Мейрамханада аспаз болып істейді. Мен де жаным беруге бар байқаймын. Жақын отырып қалғанда қолын ұстасам, екі беті ду етіп қызарып